Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette жаңағы namaz ер жігітке, қыз балаға балиғат жасына жеткеннен кейін оған парыз. Бұл намазды парыз, ол қарыз, оны өтеу керек. Жалқаулық танытпаса, жаңағы мүмкіндігі барынша оны өтеу керек. Оны жазы болса, намаз қанша? Мына 3 уақытта намаз оқу макрух уақыттар бар да, мысалға. Бүкіл намаз оқу. Күн шығып келіп жатқанда намаз оқуға болмайды, харам. Макрух харам дейді жаңағы. Екінші, мынау күн тіке тұрған кезде, ол кезде де ешқандай намаз оқылмайды. Үшінші, күн батып бара жатқан кезде. Тек қана сол күннің асыр намазын оқымаса, сол оқуға не болады? Енді макрух уақыттар бар. Нәпіл намаз оқу макрух уақыт. Макрух намаз оқу макрух болған уақыттар бар. Олар не? Таң намазының азаны айтылғаннан кейін тек қана таң намазынан 2 ракат сүннатын оқисыз. Басқа намаз оқылмайды. Парыз намаз оқылғаннан кейін таң намазынан күн шыққанша нәпіл намаз оқылмайды. Асыр намазы оқып болғаннан кейін барып нәпіл намаздар оқылмайды. Нәпіл намаз оқу макрух. Ал бірақ парыз намазын оқуға болады. Таң намазының сүннатын оқығаннан кейін барып, сол жаңағы таң намазының парызын оқығанша қанша қаза намазыңызды оқысаңыз болады. Парызды оқып болғаннан кейін, енді күн шығуға енді әлбетте күнмен таласпау керек. 5 минут па 10 минут қалғанша және де қаза намаздарыңызды оқысаңыздар болады. Асыр намазының парызын оқығаннан кейін нәпіл намаз оқу макрух, бірақ қарыз намаздарды оқыса не болады? Болады. Осы нәрсені есептеп алып, ол ер бола ма, қыз бола ма оқыса болады ғой жаңағы. Мен бір ақсақалды көрдім, өзім ағаларымыздан болады. Жаңағы 60-та келгенде намаз бастады, қалған бәрін оқыды жаңағы. Оразасында тұтты. Бірде барғанымда 75 мың ракат намазым қалды деген, оның бәрін оқыды. Және бір мұғалім болған бір ақсақал, көп ақсақалдар жаңағы не қылып. Мысалы, таң намазында уақыт бар. Әр күні 5 уақыт намаздан кейін парыз барын оқысаң жаңағы. 1 жыл оқысаң 1 жылы кетті. 2 жыл оқысаң 2 жыл кетті. Таң намазын деген жаңағы 5 ракат, 5 рет оқып тұрсаң 2 рат па не? Содан 5 жылы кетеді. Сөйтіп есептеп оқу керек. Кейін осы жерде мына әйелдер мынау етеккері жөнінде де түсінбей жатады жаңағы. Абу Ханифа рахматулла алейхте азы 3 күн дейді, көбі 10 күн дейді. Мысалға бір әйелден етеккері 3 күн келеді. 4 күн келсе, ол не болады? 4 күн болады. 5 күн келетін болса, 5 күнге ауысқан болады. 6 күн келетін болса, 6 күнге ауысқан болады. 7 күнге келетін болса, 7 күнге ауысқан болады да, етеді. Жаңағы. Енді 7 күнге келіп жүрді, 8 күнге болды, 9 күн болды, 10 күн болды, 10 күнге. Ал 11 күн болса, ол не болады? Ол алғашқы өзінің әдетіне қайтады жаңағы. 3 күнге қайтпайды. Оның әдеті мүмкін 7 күн кеп жүретін еді да. Сөйтті да, бұл ретте не қалды? 11 күн кеп қалды. Сол 7 күнне не алады? Сол әдетіне не алады? Қайтады. Нипасты да сондай жаңағы. Ағана 4 күн оқи ма сонда? Ағана 4 күн оқиды жаңағы. Мысалға, 2 күн келді да, кейін тоқтады. 10 күннің ішінде және 1 күн келген болса, 10 күннің ішінде және 1 күн болса,
Оның арасындағылардың бәрі намаз болмайды ол жаңағы. Ол 3 күнге толған болса да, ол 3 күн. Ал енді 2 күн келіп, 10 күннен кейін келген болса, ол не болмайды? Ол нифас емес екен. Хайыз емес та, хайыз ғана, истихаза ғана. Нифас та сондай жаңағы. Нифас жаңағы 20, ол бірден тоқтауы мүмкін. Болмаса 10 күн, 15 күн, 40 күнге дейін да, 40 күннен асса, ол не болады? Бірденге дәретін алып не болады? Намазын оқи береді. Оның өзі 30 күн келетін болса, 41 күн болып кетсе, сол 30 күнде 12 не болған болады? Тоқтаған болады. Осы нәрсенің бәрі не болу керек? Жақсылап. Әйелдерге мынау Ниса сурасы, Нур сурасын, Ахсаб сурасын, және де Талақ сурасы не болу керек? Жақсылап оқып, тәпсірлерін білу керек. Айда деген нәрсені көбі білмейді. Айда деген. Айда мысалға әр түрлі. Біріншісі айда жаңағы мынау жаңағы күйеуі қайтыс болғаннан кейін ол некесін қиды, сол кезде қосылмай жатып күйеуі қайтыс болса да, ол 4 ай 10 күн. Бұл ай хижри немен есептелінеді жаңағы. 4 ай 10 күн. Әгер 2 қабат болған болса, туғаннан кейін жаңағы. Ал мұталиқа болған, талақ болған ке болса, оның кене талақ болған ке ол не? 3 етек кірі жаңағы. Етек кірі жаңағы. Бұны да не алу керек? Не? Жақсы білу керек жаңағы. Ал енді ажырасқанда 2 қабат болса, сол күйеуі өлген сияқты, ол да туғаннан кейін несі бітеді. Туғаннан кейін несі бітеді жаңағы. Құрсақтарындағы нәрсені дейді, Аллаху субхану ва тағала дейді, жасырмаңдар дейді жаңағы. Ол текті, басқаны сақтап тұратын не? Осы нәрсе жаңағы. Әйелдерде жаңағы көп нелер бар. Біреудің баласын ба, қызын ба емізетін болса, оны да не? Күйеуінің рұқсатымен не болу керек? Емізу керек. Мынау больницада да кейбір кезде келіндер босанып жатып, анан кімді еміздім, анан еміздім, жоқ. Кімді емізсесін бірінші күйеуіне рұқсат сұра, кейіннен кімді емізгеніңді білуің керек. Кімді емізгені. Өйткені сенің балаң оған кейін үйленіп қалмау керек. Немесе қызың оған не? Тұрмысқа шығып қалмау керек.